математика пәнінің мұғалімі Жұмаева Фатима Айғазқызы сіздерге жасанды интеллекттің мектеп математикасындағы рөлін және өзім қолданып жүрген платформалар туралы айтқым келеді. Жасанды интеллекттің математиканы оқытудағы маңызы жеке оқыту әдісін қамтамасыз ету, күрделі математикалық ұғымдарды түсіндіру, оқушылардың үлгерімін бақылау және түзету жұмыстары, мұғалімдердің жүктемесін азайту және оқушылардың ынтасын арттыру. Математикада қолданылатын жасанды интеллект бағдарламаларын үш топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі есептерді шешу құралдары, екінші графиктік және визуалды құралдар, үшінші білім беру және ойын платформалары. Біріншісіне тоқтайтын болсақ, математикалық есептерді шешу және түсіндіру құралдарына фотоматч құралын алса болады. Камера арқылы есептерді сканерлеп, шешімдерді шығарады. Келесі Вольфрам Альфа деген бағдарлама, ол тек қана оқушыларға емес, студенттер мен ғалымдарға да жарамды, жоғарғы деңгейлі математикалық зерттеулерге көмектеседі. Келесі Microsoft Math Solver кез келген математикалық есепті енгізуге болады, жазбаша немесе суреттер арқылы. Симбалап онлайн калькулятор ретінде пайдалануға болады. Және соңғысы Socratic by Google, ол камера арқылы есепті түсіріп, жасанды интеллект көмегімен шешімін береді. Екінші графиктік және визуалды құралдар, оның ішінде мен негізгі үш ұйым ғана алып отырмын. GeoGebra ол мұғалімдер, біздің математика пән мұғалімдері үшін ешқашан ескірмейтін құрал. Бұл жайында тыңдасаңыздар. Геометрияны визуализациялау құралы. Геометриялық фигураларды салу және олардың қасиеттерін зерттеу. Функциялар мен теңдеулердің графиктерін интерактивті түрде құру. Алгебра, анализ және 3D модельдеуге арналған кеңейтілген құралдар. Артықшылықтары. Математиканы көрнекі түрде түсінуге көмектеседі. Интерактивті анимацияларды қолдану мүмкіндігі бар. Кемшіліктері. Жаңадан бастаушыларға интерфейсін үйрену біраз уақыт алады. Жалпы геогебраны алгебрада да, геометрияда да қолдануға болады. Тура осындай бағдарлама, ол бізде десміс. Бұл жерде де тура геогебрадағыдай функцияның графиктерін салуға болады және 3D фигураларды салып көрсетуге болады. Келесі программа, яғни бұл бізде мозаика деп аталады. Бұл жерде тек қана математиктерге ғана емес, барлық пәндерді қамтуға болады. Бұл жерде видеолар бар, құралдар, яғни ойындарды ойнатуға болады, және 3D, яғни бізге керекті математикаға керекті нелер бар. 3D анимациялар және модельдер, күрделі математикалық және таратылыстану тақырыптарын визуалды түрде түсіндіру. Электронды оқулықтар оқу материалдары интерактивті түрде беріледі. Ойын түріндегі тапсырмалар оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін интерактивті ойындар мен викториналар. Мультимедиялық оқыту, видеолар, графиктер және анимациялар арқылы түсіндіру. Мозаиктің артықшылықтары, көрнекілік және интерактивтілік оқушылар материалды жеңіл қабылдайды. Кез келген жастағы оқушыларға арналған бастауыштан бастап жоғары сыныптарға дейін қолайлы. Мозаиктің кемшіліктері кейбір материалдар арқылы түрде қолжетімді. Онлайн материалдарға толық қол жеткізу үшін тұрақты интернет қажет. Соңғы үшінші бөлім ол білім беру және ойын платформалары. Соның ішінде өзіміздің Қазақстандық білім беру платформасы білім ойынды алып отырмын. Оны бәріміз білеміз. Ойын платформасы ретінде Blooket платформасы, ол тек қана математиктерге емес, барлық пәндерге қолжетімді. Ол оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін ойын платформасы. Тура сондай Quizzes платформасы. Бұл жерде де оқушыларға викториналар мен тесттер арқылы білім алуға көмектеседі. Және Ұстаз 10 платформасы, ол бізде Қазақстандық онлайн білім беру платформасы. Бұл негізін қалаған